Дос болып бір жүрейік, ойнайық та күлейік. Дос дегенің тамаша, білегіміз жараса. Кел балалар күлейік, күлкіменен күлейік. Түрлі түсті бояулармен әсемдетіп жүрейік. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгін біз бояулар әлеміне барамыз. Онда балалар бояулардың құпиясын ашатын боламыз. Балалар, қараңдаршы, мұнда суреттер өте көп екен. Бұл суреттер балалар әртүрлі әдіс тәсілдермен салынған суреттер екен. Мысалға балалар, мына суретке қараңдаршы, бұл жерде не бейнеленген? Күз мезгілі. Ал қазір жылдың қай мезгілі? Дұрыс айтасыңдар. Балалар, күз мезгілінде неше ай бар екен? 3 ай. 3 айды орыс, қазақ, ағылшын тілдерінде атап айтып бере аласыңдар ма? Олай болса, Мадияр, қазақ тілінде айта қойшы. Қыркүйек, қазан, қараша. Дұрыс айтасың, жарайсың. Ал орыс тілінде кім айтады? Маржан айта ғой. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Жарайсың. Ағылшын тілінде? Септембр, октябрь, ноябрь. Жарайсыңдар. Ал балалар, күз мезгілінің ерекшелігін айтайықшы. Күз мезгілінде қандай ерекшеліктер болады? Қазна, жел соғады, дұрыс айтасың. Айша айта ғой, тағы да қандай ерекшеліктер болады? Жаңбыр жауады. Жаңбыр жауады, дұрыс айтасың. Тағы да қандай ерекшеліктер болады балалар? Маржан. Жапырақтар самайып жерге түседі. Дұрыс айтасың. Тағы да қандай ерекшеліктер болады? Дамир айта ғой. Қандай ерекшеліктер болады? Құстар қайда кетеді? Ұшып кетеді, дұрыс айтасың. Мінекей балалар, күз мезгілінің ерекшелігі осындай екен. Мына суретке назар аударыңдаршы. Мына суретте не бейнеленген? Нені көріп тұрсыңдар? Туды. Бұл қай елдің байрағы екен? Қазақстан елінің байрағы. Дұрыс айтасыңдар. Ал біз қандай мемлекетпіз? Тәуелсіз мемлекетпіз, дұрыс айтасыңдар. Тәуелсіз ел болғандықтан өзіміздің рәміздеріміз бар, иә балалар? Олар ту, елтаңба, әнұран. Мынау біздің сол тәуелсіз мемлекетіміздің көк байрағы екен балалар. Ал туда не бейнеленіпті балалар? Қырау ғой. Қыраңқыз ойы. Дұрыс айтасың. Ал туымыздың түсі қандай екен? Көк түс. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, туымыздың көк түсті болу себебі аспанымыз ашық болсын дегені. Күннің бейнелену себебі күніміз жарқырап, аспанымызда ашық боп жарқырап сәулесін төгіп тұрсын дегені. Ал қыран құстың бейнелену себебі балалар, қыран құс дархандықты, еркіндікті қалайтын құс екен. Ал қазақ оюының болу себебі бұл ту қазақ еліне тиесілі екен, білдіреді екен. Үшінші суретке назар аударайықшы. Мұнда не бейнеленген? Бәйтерек. Бұл қай қалада орналасқан балалар? Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан. Нұр-Сұлтан қаласы біздің қандай қаламыз балалар? Астанамыз. Дұрыс айтасың. Балалар, Бәйтерек монументі Нұр-Сұлтан қаласының символына айналған монумент екен балалар. Балалар, мұндағы суреттердің барлығы әртүрлі әдіс тәсілдермен салынған суреттер екен. Сендер де осындай сурет салғыларың келе ме балалар? Олай болса, шығармашылық орталығына апарайын. Балалар, шығармашылық орталығына қош келдіңдер. Балалар, бүгін біз сендермен әртүрлі әдіс тәсілдермен, дәстүрден тыс тәсілдермен сурет салатын боламыз. Сурет салу өнері өте тамаша. Сурет салғанда немен, неге салу маңызды емес. Ең бастысы түстерінің қанық болса болғаны. Бірінші әдіс тәсіліміз балалар, әйнекке сурет салу. Балалар, біз бірінші суретте нені көріп едік?
Ненің бейнесі ме? Көз Көз бейнесі. Балалар, бүгін біз көз бейнесі параққа емес, әйнекке салып үйренетін боламыз. Ол үшін бізге балалар әйнек, түрлі түсті бояулар және қылқалам қажет. Балалар, мен сендерге сұрақ қоямын, сендер маған жауап беріп отырыңдар, жарай ма? Олай болса, аспанымызда жарқырап, бізге жылу сыйлап тұрған не балалар? Күн. Күннің түсі қандай балалар? Сары түс. Сары түсті қылқаламға малып алып балалар. Біз күннің бейнесін жасаймыз. Күн қандай пішін балалар? Дөңгелек пішін. Дөңгелек пішінді салып алып, ішін бояймыз балалар. Балалар, күннің жан-жағында несі болады балалар? Шуақтары. Ұзын, қысқа сызықтарды пайдалана отырып, біз күннің шуағын жасаймыз. Мінекей, балалар, аспанда тағында не бар балалар? Бұлттар болады. Бұлттың түсі қандай балалар? Көк түсті. Көк түске малып алып балалар, ирек сызықтармен бұлттарды жасайтын боламыз. Мінекей балалар, ирек сызықтарды біріктіре отырып, біз бұлтты жасаймыз. Мінекей, аспанда бірнеше бұлттар болады, е балалар? Енді балалар, көз мезгілінде қандай ерекшеліктер болады табиғатта? Жаңбыр жауады. Дұрыс айтасыңдар. Жаңбырдың түсі қандай? Көк түсті алып балалар, үздік сызықтармен жаңбырдың бейнесін бейнелейміз. Үздік және қысқа сызықтармен жаңбырдың бейнесін бейнелейміз. Балалар, жерде не өседі? Шөптер және ағаштар өседі. Шөптердің түсі күз мезгілінде қандай түске боялады? Сары түске боялады екен. Сары түсті алып, біз шөптің бейнесін қысқа сызықтар арқылы бейнелейміз балалар. Және не өсетедік балалар? Жерде не өсетеді? Ағаштар өседі. Ағашты бейнелеу үшін бізге қоңыр түсті алып, ұзын етіп төменге қарай сызамыз балалар. Екі сызықты төменге қарай сызып, біз ағаштың діңін жасап аламыз. Қоңыр түспен бояймыз. Ағаштың несі болады балалар? Бұтақтары болады, дұрыс айтасыңдар. Ұзын қысқа сызықтармен біз ағаштың бұтағын жасаймыз. Ағашта не өседі балалар? Бұтақтар. Жапырақтар өседі. Балалар, жапырақтар күз мезгілінде қандай түске айналады? Боялады? Қызыл, сары түстермен таңдап алып балалар, біз сопаша етіп жапырақты бейнелейтін боламыз. Балалар, табиғатта қандай өзгерістер болады, тағы да қандай құбылыстар болады? Табиғатта. Жел соғады, дұрыс айтасыңдар. Жел соққан кезде жапырақтар ұшып, жерге түседі, иә балалар? Мінекей. Жерге саламыз. Жапырақтарды көкке саламыз, мінекей. Және қандай өзгерістер болады табиғатта? Дұрыс айтасыңдар. Қара түсті таңдау арқылы біз құстардың қайтып бара жатқан бейнесін саламыз. Төне сызықтар арқылы құстардың бейнесін жасаймыз. Мінекей балалар, көз бейнесі осылай бейнеледі екен балалар. Ал сендер енді көз мезгілін әйнекке салғыларың келе ме? Иә! Олай болса, салып көрейік. Балалар, әйнекке сурет салу әдіс тәсілінде балалар, сурет салғанда бояуды ұқыпты, қылқаламды дұрыс пайдалану қажет, қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, ұжымдық жұмыс жасайтын боласыңдар. Балалар,
бір-біріңмен ұжымдық жұмыс жасағанда бір-бірлеріңе кедергі келтірмей ұқыптылықпен жұмыс жасайық, иә балалар?